Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге үй жағдайында тез және дәмді бургердің жасалу жолдарын көрсетемін. Құрамына керекті заттарын төменде описанияға жазып қойдым. Ең алдымен тауық фаршының үстіне жуаны нан немесе батонды суға езіп араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, тауыққа арналған дәмдеуішті қосамыз. Котлеттерімізді домалақтап шұқалап, қызып тұрған майға екі жағын 20-30 минут қуырып аламыз. Бургерге арналған нанын екіге бөліп кесеміз. Қызып тұрған табанның түбіндегі майға осылай бургерді нанын батырып аламыз. Керекті заттарымызды осылай кесіп қоямыз бәрін. Кетчуп пен майонезді араластырамыз. Бургердің нанын жағамыз. Содан соң қызанағымызды қоямыз. Листья салат, жапырақ салатын, котлетімізді, тұздалған қиярымызды, бургерге арналған сырымызды қоямыз. Екінші жағын тоже майонез кетчупты жағып, үстін жабамыз. Осылай болып шығады. Мінекей достар, бургеріміз дайын болды.